Сәлем достар, табиғи апаттарының арасындағы ең қауіптілерінің бірі болып саналатын дауыл, қуаттылығы бойынша кез келген жаппай жою қарулардан да мықты болуы мүмкін. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жел кейде мейірімділік ретінде келсе, кейде азап болып та келеді. Жел Алла тағаланың рахметі, оны пенделеріне рахмет етіп және азап ретінде жібереді. Егер дауылды көрсеңдер, оны сөкпеңдер. Алладан оның жақсылығын сұрап, жамандылығынан пана тілеңдер деп айтқан. Сұрапыл желдер, нөсерлі құйынды жаңбырлар мен тоқтаусыз болатын найзағайлар ну джунгли табиғатына ғана сайма деп ойлап жүрсек, қасиетті Мекке қаласында да мұндай табиғат құбылыстары болады екен. Сіздермен бірге Пазл арнасы бүгін Мекке қаласында болып жатқан сұмдық дауылды көрсететін боламыз. Қасиетті Мекке қаласында қатты дауыл жалғасуда. Сұрапыл жел Сауд Арабиясының батысында болып жатыр. Онымен қоса жаңбыр жауып, көліктер құйынды жауыннан кейін суға батуда. الله تبارك الله العابدية عند الجامعة. Әлеуметтік желілерде тараған кадрларда адамдардың желдің екпініне төтеп бере алмай, тайып құлап жатқанын көре аламыз. Сондай-ақ қатты жауын салдарынан ғимараттарды су басқан. Ал қатты желден құрылыс нысандары мен қауіпсіздік шараларының заттары көшелерге ұшып жатыр. Әзірге зардап шеккендер жайында ақпараттар жоқ. Алайда тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін бұзбай, жауын мен дауыл кезінде үйлеріне шықпауға ұсынылды. Ауа райының қолайсыздығынан Мекке және Жида қалаларында сондай-ақ басқа да бірқатар аймақ зардап шекті. Желдің қатты болғаны сонша, ауыр заттармен бірге адамдарды да ұшырып әкетіп жатыр. Екпінді жел Меккеге умра қажылығына келгендердің қозғалысына қауіп төндірді. Әлеуметтік желілерде барша мұсылмандар үшін киелі саналатын Мекке қаласында тұрған күшті дауылдың видеолары көптеп таралуда. Табиғи құбылыстың жойқындылығына қарамастан умра қажылығының өтеушілер құлшылықтарын жаңбыр астында жалғастыруда. Алла тағала оларға сауаптарын молынан жазсын. Себебі осы бір ауа райында құлшылық ету тұрсын, жай далаға шығу үлкен ерлікті қажет етеді. Бұған дейін Жидада дауыл соғып, аспанда қатты шаң басып қалғаны хабарланған болатыны. Сауд Арабиясының ұлттық метеорологиялық орталығы елдің алдағы 24 сағатқа арналған ауа райы жағдайын сипаттайтын ескерту жариялады. Ескертуге сәйкес Медина, Мекке, Асир, Жазан және Аль-Баха сияқты аймақтарда дауылмен бірге найзағай ойнау мүмкін деген хабар жетті. Расында да найзағай тоқтаусыз ойнауда. Интернетте тарап жатқан видеолардан Әл-Харам мешітінің сағаты бар мұнарасына тоқтаусыз найзағайлар түскен бейнелерді көре аламыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, осындай қаһарлы ауа райының көріністеріне тап болса,
Уа Алла, сенен желдің жақсылығын, жел алып келетін жақсылықты және желдің жіберілуіндегі жақсылықты сұраймын. Әрі желдің жамандығынан, жел алып келетін жамандықтан және желдің жіберілуіндегі жамандықтан пана тілеймін деп дұға еткен. المطر على الدائر الثالث مكة المكرمة الآن الساعة الآن ما شاء الله البروق ما تفصل. يلا يا كريم من فضلك يلا غثنا. بارك الله. Жалпы дауыл дегеніміз стихиялық апаттарының қауіпті түрлерінің бірі. Ол халық шаруашылығына орасан зор зиян келтіріп, кейде адамдар арасында құрбандықтар тудырады. Дауылдың көзі 12 және одан да көп балға жетіп жататын кездерде болады. Жылдамдығы 29 метр секундтан асатын күшті жел. Мұндай күшті дауыл өз жолында кездестіргендердің бәрін жайпай кетеді. Әрине, Сауд Арабия елі ондай табиғи құбылысқа дайын болмады. Бірақ дауыл жиі болатын аудандарда үйлер мен ғимараттарды, әсіресе желдің әсерінен күшті ұшырайтын үй шатырлары, құбырларды және сым тіректерін салу кезінде қорғаныс шараларын алдын ала қарастырып жасайды. Дауылды әлсірету үшін мынандай шаралар жүргізіледі. Дауыл қаупі туралы хабар алысымен азаматтық қорғаныс жасақтары мен халық құбырларды, шатырларды бекітеді. Шатыр астындағы жел өтетін көздерді жабады, электр беру жүйесін тоқсыздандырады. Адамдар қорғаныс ғимараттарын паналайды. Жануарларға келетін болсақ, беріктігі нашар қоралардан шығарып, сай-сала жыраларға айдап апарады. Ал дауыл зардаптарын азаматтық қорғаным жасақтары жояды. Достар, арнамызға тіркеле кетіңіз. Әлемде болып жатқан соңғы хабарлардан қалыспай жүресіз. Және әрдайым сіздермен қызықты да пайдалы ақпараттармен бөлісуге дайынмын. Бүгінгі видеома лайк басып, онымен бөлісіп, өз ойларыңызды пікір алаңға қалдыра отырыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.